Сәлем достар, сіздермен Назгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен патша деп аталатын салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Ал ендеше кірісейік. 3 бөлек ыдысты аламыз, оның үстіне піскен және езгіштен өткізілген картопты салып, үстінен майонез жағамыз. Картоптың үстіне көбірек жақсаңыздар болады сіңу үшін. Картоптан кейін аз тұздалған қызыл балықты орналастырамыз. Үстінен майонез жағамыз. Келесі қабат балғын қияр. Оны да езгіштен өткіземіз, бірақ алдын ала ортасын алып тастаймыз. Үстінен майонез жағамыз. Қиярдан кейін піскен сәбізді езгіштен өткіземіз, оны да орналастырамыз, тегістейміз. Майонез жағамыз. Езгіштен өткізілген піскен жұмыртқаны салып, тағы да тегістеп орналастырамыз. Майонез жағамыз. Туралған көк пиязды себеміз. Ең соңында дәл ортасына осындай қызыл уылдырықты қойып шығамыз. Тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Біздің салатымыз дайын достар, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Салатым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.